Баршаңызға сәлем, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ұн қуырдақ нан палау моңғол халқының тамағын жасаймыз. Бізге ұнады, сіздер де жасап көріңіздер. Етімізді кубиктап турап аламыз. Пиязымызды да кубиктап тураймыз. Sarımsақтарымызды кесіп аламыз. Сәбізімізді кесеміз. Картоптарымызды да кесіп аламыз. Қызып тұрған майымызға етіміз қызарғанша қуырып аламыз. Пиязымызды салып әбден өлтіріп аламыз. Сәбізімізді саламыз. Бір қасық томатымызды саламыз. Дәміне қарай приправамызды, тұзымызды, бұршымызды саламыз. Жарты қазан көлемінде су құясыздар. Чесногымызды саламыз. Жылы суымызға тұзымызды, жұмыртқамызды салып, қамырымызды илеп аламыз. Жарты сағатқа демалдыруға қамырымызды қойып, қамырымызды жайып аламыз. Оқтаудың ортасымен кесіп, сіздер лапша-резкамен кессеңіздер қамырларыңыз біркелкі болады. Мен қолмен кестім. Өз қалауларыңызда қамырларымыз әдемі болып кесілді. Картошкаларымызды салып, бетіне қамырларымызды реттеп саламыз. Қамырларымыз ешқандай жабыспайды. Бетін ашпайсыздар. 20 минут баяу отта пісіріп аласыздар. 20 минуттан кейін осылай қозғап шығасыздар. 10-15 минутқа тағы да бетін жауып баяу отта қайнатып, тамағымыз осылай пісті. Араластырып аласыздар осылай. Тәрелкемізге салып, бетін өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Пиязбен немесе укроппен. Мен қуырдақ жасасам да сулы болғанын ұнатамын. Сорпа бізге дәм береді. Мен бұл тамаққа да дәм беру үшін сорпасын құйдым. Дайын болды, ас болсын.